Ассаламу алейкум. Бүгін біздер сіздер менен қарақалпақ тілінде аз қолданылатұғын, бірақ жүдә пайдалы болған 3 сөзді үйренеміз. Бірінші сөзіміз сәуселім. Сәуселім самсам, ақмақ, әумесер, босаң деген мәнілерді аңлатады. Оның да мен дей ғой ана жүрегі, ананы аттікен қандай сәуселім. Демек екінші сөзіміз бұйынтық. Бұйынтық жасырын, сырлы, астыртын деген мәнілерді білдіреді. Кемпір, бұйынтықлап жүрген бір нәрсем бар еді. Рахмет ағасы. Бұл сөз екінші мәніде қуыс қолтық деген мәніне аңлатады. Аяқты көсіліп, бұйынтыққа қарап отырып, палуан қақайып тоя берді. Бұл сөздің үшінші мәнісі де бар екен. Бұл қорықпау, айбынбау, тартынбау деген мәнілерді аңлатады. Олар шаңқай түсте атасына барып, бұл хадисені бұйынтықламастан анық баянлайды. Мінеки, көріп тұрғаныңыздай, бұйынтық сөзінің өзін біздер бірнеше мәніде қолдануымыз мүмкін екен. Көп нәрселерді ойында бұйынтық сақлап, үй ішіне айтпастан жүр екен ол. Үшінші сөзіміз бұйығу. Ұйқысырау, ұйқы тарту, мүлігу деген мәнілерді аңлатады. Ол бұйығып отырып не дегенін білмеді. Сәуселім болмай, өз пікірлеріңізді бұйынтықламастан анық айтып, бұйығуға үмкан бермен.